трек туралы бөлек бейне түсіруді шештім. Себебі бұл трек өте пайдалы болуы мүмкін. Жалпы алғанда, бұл тректің жобада болуы, жазылған материалды араластыру және өңдеумен жұмыс істеуді айтарлықтай жеңілдетеді, жылдамдатады және жеңілдетеді. Енді мен оны қайдан табуға болатынын, оның қалай жұмыс істейтінін және жалпы бұл трек жобада болған кезде қандай мүмкіндіктер болуы мүмкін екенін көрсетемін. Сонымен, біз топтық трек жасаймыз. Міне, бізде топтық трек бар. Ол стерео форматта болсын. Оны драма деп атайық. Менің жобамда бөлек соққы, бөлек снейр және бөлек хит бар делік. Олар маған осылай естіледі. Ең қарапайым сурет. Ең қарапайым барабандар. Күрделі ештеңе жоқ сияқты. Бірақ егер маған осы барабандардың барлығының дыбыс деңгейін бір уақытта өзгерту қажет болса, мұны істеудің ең оңай жолы топтық трек арқылы. Бұл қалай жасалды? Алдымен барабан тобының трегіне стерео шығудың орнына соққыны бағыттау керек. Снейр оны да драмаға, ал шлапаны драмаға бағыттау керек. Содан кейін бұл барабандардың барлығы осы жолда болады. Және осы барабандардың барлығының дыбыс деңгейін реттеу осы тректің бір фадерімен өте оңай болады. Оның қалай естілетінін тыңдаңыз. Яғни, егер мен, мысалы, барабандар бір қалыпты қалқып шығуы, немесе сол жерде бір қалыпты пайда болуы, бір қалыпты жоғалып кету үшін қандай да бір автоматтандыруды тағайындағым келсе, онда бұл өте қарапайым түрде жазылған. Міне, осындай нүктені алайық, иә, осылай естіледі. Егер топтық трек болмаса, оны осы трекке және осы трекке 3 рет жазуға тура келеді. Бұл өте ыңғайлы емес. Жалпы, топтық тректі одан да ыңғайлы етіп қалай жасауға болады? Мен саған қазір көрсетемін. Мысалы, сізде топтық трек жоқ, және сіз осы 3 тректің барлығын бір трекке салғыңыз келеді. Содан кейін, осы 3 тректің барлығын таңдап, оларды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, содан кейін add бөліміне трекке өтіп, осы жерден таңдаңыз. Міне, осылайша олардың барлығы бірден осында келді. Drums, снейр және хит. Мұнда тағы не қызық? Мысалы, осы топтық трекке ілінген барлық әсерлер бір уақытта сол тректерге таралады. Яғни, егер мен қандай да бір эквалайзерді қойсам, мысалы, ең қарапайым эквалайзерді алып, жоғары жиілікті кесіп тастасам, онда бұл кесу соққыға да, снейрге де, шлапаға да таралады. Оның қалай естілетінін тыңдаңыз. Яғни, мысалы, осындай эквалайзердің көмегімен сіз осындай дыбыстың қалқымалы әсерін жасай аласыз. Жазып алайық, көреміз. Бұл өте қарапайым схема. Олар, мысалы, осы нәтижені жазып берді, және бұл осындай дыбыс болып шықты. Ал соңында, мысалы, оны жоғалып кететіндей етіп біркелкі төмендетуге болады. Міне, осындай топтық трек. Бәрі түсінікті болды деп үміттенемін. Тағы да, егер бірдеңе түсініксіз болса, жазыңыз. Мен сізге тректердің келесі түрлері туралы айта беремін.